Қалтаға салуға арналған осындай тойбастарды көргендеріңіз бар ма? Сіздерге оның жасалу жолын көрсетейін. Мен 230 граммдық матовый қағазға шығардым. Бізге керегі қайшы, канцеляр пышағы, желім, сызғыш және ине. Сызғыш пен канцеляр пышақ көмегімен шаблонның жан-жағын линия бойынша кесіп шығамыз. Қиып болған соң ішкі линиялар үстімен беговка жасаймыз. Сырға ілінетін жағын беговкадан кейін тіліп ашқан дұрыс, себебі шаблонды бүгу қиынға соғуы мүмкін. Алдымен міне осылай бүгіп аламыз. Одан кейін қаламмен көрсетілген жерді ғана тілесіз. Ішке бүгіп қайырмаймыз. Желім көмегімен пирамиданың шетін жабыстырамыз. Одан кейін иненің көмегімен екі тесік жасаймыз. Сол тесіктерге сырғаны тағамыз. Түбін жай жауып немесе жабыстырып тастаса болады. Сырға көмегімен ортасы ішке қарай жатпайды. Шаблондарды каналымызға тіркеліп немесе бөлек алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.